Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен ерекше дәмді болып шығатын королевский торт рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін бисквитін дайындаймыз. Алдымен ыдысымызға жұмыртқа салып, үстіне қант қосып араластырамыз. Массамыз 2 есе ұлғайып көпіргенше миксерлейміз. Массамыз ұлғайды. Енді сұйық май және жылы сүт құйып, жақсылап біркелкі болғанша миксермен араластырып жібереміз. Ұнға қопсытқыш қосып араластырып алып, електен өткізіп, 2-3 бөлікке бөліп қосамыз. Қамыр болғанша әбден миксерлейміз. Қамырымызды теңдей 3 ыдысқа бөліп аламыз. Бір бөлігіне мак, екінші бөлігіне грек жаңғағы, үшінші бөлігіне какаоны қосып араластырамыз. Формамызға әр бисквитті жеке-жеке пісіріп аламыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минуттай пісіреміз. Бисквиттеріміз пісіп толықтай суыды. Енді кремін дайындаймыз. Ыдысымызға салқын сливкиді құйып миксерлейміз. Үстіне қант ұнтағын салып, тағы миксерлейміз. Сәл қоюланғанда творожный сырды қосып, біркелкі болып қоюланғанша әбден миксерлеп аламыз. Осы крем торттың ішіне салуға да, сыртын қаптауға да жеткілікті. Креміміз дайын, тортты жинаймыз. Подложкаға азғантай крем жағып, грек жаңғағы қосылған бисквитімізді қойып, бетіне крем салып, тегістеп, үстіне какао қосылған бисквитімізді қойып, креммен тегістеп, бетіне мак қосылған бисквитімізді қойып, крем жағамыз. Тортымызды жинап болдық.
1-2 саатка тоңазыткычка коюп коябыз. Калган кремге каалооңузча мак коссаңыз болот. Осы калган креммен торттун сыртын каптайтын боламыз. Торттун сыртын тегистеп каалооңузча сәндеймиз. Тортумуз дайын. Сиздер менен бирге болгон Алтын. Эгер видео унаса лайк басып, каналыма тиркелип кетүүнү унутпаңыз.